бағдарламаларын техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі қосымша білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілер аттестаттаудан өткізу қағидаларының шарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы 83 бұйрығына өзгерістер енгізілгенін білесіздер. Былтырғы оқу жылында 24 жылы сәуір айында 72 бұйрықтың бірінші қосымшасы шыққан. Былтырғы оқу жылындағы педагогтер сол бұйрыққа орай аттестатталған болатын. Ал биылғы оқу жылында осы 25 жылы ақпан айында 72 бұйрықтың екінші қосымшасы өз күшіне еніп, жаңағы ұсынылды. Биылғы оқу жылындағы мұғалімдер осы бұйрықтың негізінде аттестатталынбақ. Бұл жердегі зерттеушілік санатын растайтын және педагог зерттеушілікке өтетін, кезектен тыс сарапшылыққа өтетін мұғалімдерге міндеттелініп отырған конструкция. Яғни өзінің ақтық әзірлемелерін үш ауданға тарату міндеттелініп отыр. Соны жүзеге асыру барысында бүгінгі мынау ғимараты өздерінің ақтық әзірлемелерін ортаға салғалы отыр. Айтқан жоқ бәлі? Енді бұл бүгінгі күнде салғалы отырған істерде мына жерге қарасаңыздар, енді мақсаты әртүрлі білім беру мекемелері арасында ынтымақтастық қалыптастыру, коммуникацияның мақсаты тәжірибе алмасу, ортақ жобаларды іске асыруды қолдау. Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыру арқылы білім беру сапасын жақсарту. Келетін нәтиже мұғалімдер жаңа әдістерді қолдану арқылы оқу сапасын арттырады. Педагогикалық тәжірибелерді тарату барысында мұғалімдер өз шығармашылықтарын дамытады. Педагогикалық тәжірибелердің таратуының нәтижесінде білім беру саласында тұрақты әрі тиімді өзгерістер орын алады. Мұғалімдер арасында кәсіби байланыстар орнап, болашақта бірлескен жұмыс жасау мүмкіндіктері ашылады. Осыған орай өңірдегі 5 педагог өзінің авторлық әдістемелерін ортаға салынады. Барлығы осы Қожа Ахмет Яссауи атындағы нөмір 100 гимназияның мұғалімдері бірінші Бекзат Нәзірқызына сөз сөйлегеніміз, осы мектептің қазақ тілінің әдебиеті пәнінің мұғалімі. Салынады. Барлығы осы Қожа Ахмет Яссауи атындағы нөмір 100 гимназияның мұғалімдері бірінші Бекзат Нәзірқызына сөз сөйлегеніміз, осы мектептің қазақ тілінің әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бекзат Нәзірқызы сөз сөйлегеніміз. Айым Жайлаубекқызы жақсы түсіндірме жұмысын жүргізіп шықтыңыз. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Астаберген Барихан апай. Жақсы. Ендігі кезек сұрақ жоқ болатын болса, онда Илнара Жолдасқызына беріледі. Илнара Жолдасқызы сөз сөйлейді сізге. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Мансурова Илнара Жолдасқызы. Мен Қожа Ахмет Яссауи атындағы нөмір 123 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Менің бағдарламамның тақырыбы бұл PISA тапсырмалар арқылы абай шығармаларына талдау жүргізу. 10-шы сыныптарға арналған. Жалпы 34 сағаттан тұрады, аптасына 1 рет өткізіледі. Келесі жалпы курстың мақсатымен таныстырып кетейін. Бірінші осы курста мақсаты бойынша PISA тапсырмалары негізінде әдеби шығармаларды талдау және түсіндіру дағдыларын қалыптастырады. Міндеті PISA тапсырмалары арқылы Абай Құнанбаевтың шығармаларын тиімді талдап үйренеді. Оқушылар сонымен қатар топ ішінде белсенді тілдік қатынас орнату, сыни қабілеттерін дамытуға өте тиімді бағдарлама ретінде айтуға болады. Сонымен қатар енді күтілетін нәтижеге келетін болсақ, оқушылар Абай Құнанбаевтың шығармаларын тереңірек түсініп, оларды сыни тұрғыдан талдай алады және де PISA тапсырмаларын орындату арқылы түрлі дағдылар қалыптасады. Келесі
Бізде бағдарламаның өзектілігіне тоқталатын болсам, қазіргі заманда білім беру саласындағы басты міндеттердің бірі бұл оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру болып табылады. Бұл мақсатта халықаралық деңгейде өткізілген PISA зерттеулері маңызды рөл атқарады. PISA зерттеулері оқушылардың мәтінді түсіну, математикалық және жалпыстану ғылымдары бойынша сауаттылық деңгейін бағалайды. Қазақстанның білім беру жүйесі де осы бағытта дамуды мақсат етеді. Ерекшелігіне келетін болсақ, біріншіден бағдарлама бұл PISA тапсырмалары мен қазақ әдебиетін біртұтас етіп қарастырады. Бұл интеграцияланған тәсіл оқушылардың сыни ойлауды дамытып, оларды заман талабына сай білім алуға бағыттайды. Сонымен қатар абай шығармаларын оқыту арқылы оқушыларға ұлттық құндылықтарды дәріптеу, қазақ әдебиетінің терең мағынасын ашу және оны жалпы адамзаттық құндылықтармен байланыстыру басты назарға алып отырмыз. Енді осы бағдарламаның ғылыми әдістемелік деңгейіне келетін болсақ, біріншіден бұл бағдарламада Абай Құнанбаев шығармаларының мазмұны мен идеялары жан-жақты талданып, ғылыми көзқарас тұрғысынан зерттелген. Әдеби шығармаларды талдау барысында заманауи филологиялық және педагогикалық зерттеулердің нәтижелері ескерілген. Келесі оқушылардың оқу материалдарының игеруіне көмектесетін түрлі әдістемелік құралдар, жұмыс дәптерлер, тапсырмалар жиынтығы, қосымша әдебиеттер және мультимедиалық материалдар әзірленген. Бұл құралдар оқушылардың білімін тереңдетіп, оқыту процесін жеңілдетеді деп ойлаймын. Негізінен тұрақтылық бөліміне келетін болсақ, бұл бізде 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде бұл кемел ақын, кемеңгер, ойшыл деп аталады. Бұл өзі жалпы 9 сағаттан тұрады. Абай атамыздың өлеңдерін 2 сағаттан оқиды. Бұл бірінші кезекте қалың елім, қазағым, қайран жұртым 2 сағаттан береді. Жақсылық ұзақ тұрмайды өлеңі 2 сағаттан беріледі. Бөтен елде бар болса өлеңі 2 сағаттан тұрады, және 8 аяқ өлеңі 2 сағаттан. Және шығармашылық жұмыста бізде бар 2 сағаттан қолданады. Екінші бөлімде Абайдың қара сөздеріне кезек береміз. Бұл жерде PISA тапсырмалары негізіне талдаулар жүргізіледі. Және де 3-ші бөлімде бұл PISA тапсырмалары негізінде түрлі тәсілдерді қолдана отырып, соның ішінде мазмұнды интеграциялау қолданып Абай шығармаларын талдайды. Бұл жерге бізде 14 сағаттан береді. Сонымен қатар бұл жерде шығармашылық жұмыстарды жасайды. Ақпараттық әдістемелік бөлімге кезек беретін болсам, бұл жерде PISA тапсырмалары арқылы Абай шығармаларын талдау жүргізуде. Осы авторлық бағдарламада түсінік хатта көрсетілгендей мақсат міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған